Алдыңғы видеомызда алтыншы степке келіп тоқтаған болатынбыз. Алтыншы степімізді ары жалғастырайық. Өрнекті ықшамдағыш дейді. Яғни бұл өрнекті ықшамдағында жақшаны ашқаннан қайдырып болады. Жақшаны ашу ережесі бойынша, егер жақшаның алдында тұрған сан теріс сан болса, жақшаның ішіндегі әрбір мүшені көбейткен кезде таңбаларын ауыстырып отырамын. Мысалы, мына жерде 3m квадрат жақшаның ішінде таңбасы плюста, мына жерде плюс таңбасы, ал m-нің таңбасы минус. Көбейту арқылы осы таңбалардың бәрін қарама-қарсы ауыстырамын. Минус 5m куб, минус 5m кубты 3m квадратқа көбейткенде коэффициенттер көбейтеді. Минус 5, 3, минус 15. Осын m куб пен m квадратты көбейткенде негіздері бірдей болғандықтан дәрежелер қосылады. Сонда m-нің 5 дәрежесі болады. Енді минус 5m кубты минус m-ға көбейтемін. Сонда минус мына жерде плюс болады. 5. Осында дәреже 1 деген дәреже бар ғой, сосын m-нің 4 дәрежесі болады. Келесі енді мына жақшаны ашамын. Бұл жақта жақшаның алды плюс болғасын. Ішінің бәрі ешқандай өзгерсе солай қалады. Тек көбейтіп қана шығамын. m-нің 4 дәрежесін 15 m-ға көбейткенде 15 m-нің 5 дәрежесі болады. Және m-нің 4 дәрежесін 2-ге көбейткенде 2 m-нің 4 дәрежесі. 2 m 4 дәрежесі. Мына жерде қарап отырсақ, ұқсас мүшелер бар екен. Ұқсас мүшелер деген әріпте өрнектері бірдей болу керек. Олар бірдей болмаса қоса алмаймыз. Мысалы, m-нің 5 дәрежесі 15 m-нің 5 дәрежесімен плюс 15 m-нің 5 дәрежесімен екеуі бірдей. Әріптері бірдей дәрежелермен көрінеді. Мұнда оларды қосып алсақ болады. Енді біздің жағдайымызда екеуінің таңбасы екі түрлі болғандықтан азайтылады, нөл болып келеді. Былайша айтқанда жойылып кетеді екеуі. Енді аяқта да солай. m-нің 4 дәрежелі екеуі де бірдей. Яғни оларды қосып азайтуға болады. 5 m-нің 4 дәрежесіне 2 m-нің 4 дәрежесін қоссам 7 m-нің 4 дәрежесі екен. Сонда жауабы, кстати, а жауабы тұр, яғни 7 m-нің 4 дәрежесі. Бұл жауабы екен. Жетінші есеп теңдеуді шешу керек. Яғни мына түрде берілген теңдеу. Бұл теңдеуді шешкен кезде жақшаларды ашқаннан айырып қалады. Жақшаны ашып көрейік. Мысалы, екі жақшаны бір-біріне көбейткен кезде x-ті мына x-ге көбейтемін, x-ті мына 2-ге көбейтемін. Сосын минус 1-ді мына x-ге, минус 1-ді 2-ге көбейтемін. Сонда менде 4 мүше шығу керек. x x-ге көбейткенде x квадрат, x-ті 2-ге көбейткенде плюс 2x, минус 1-ді x-ге көбейткенде минус x, минус 1-ді плюс 2-ге көбейткенде минус 2. Мына жақшаны солай ашамын. x x-ге көбейтемін, x-ті минус 3-ге көбейтемін. Минус 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 x квадрат болады көбейткенде минус x минус көбейткенде плюс 3x болады. Тең 0. Мына жерде ұқсас мүшелеріне x квадрат пен x квадрат тұр міне. Біреуінің таңбасы минус, біреуінің таңбасы плюс. Яғни олар азайтылады да жойылып кетеді. Енді x мүшелеріне көрейік. 2x-тен 1x алсам, мына жерде 1 деген жасырсам бар. 2x-тен 1x алсам 1x қалады. Ол 1x-ке 3x-ті қосамын. Онда 4x болады. Сандардың барлығын екінші жаққа 0 жаққа қарай шығарып жіберейік. Өзі бір ғана сан алайын да. Минус 2 деген бір сан, оны мына жаққа шығарсам плюс 2 болады. 4-ті қандай санға бөлсек 2 болады. Немесе 2-ні 4-ке бөлсек шығады. Қысқартсақ 2-ден 1. Сонда жауабы 2-ден 1. Немесе біздің кітаптың жағдайымызда 0,5 келтірген екен. Яғни бізде міне жауап екен тағы да. 8-ші есепті сөйлесек, шартын бірден сызба бойынша түсіндіріп өтейін. Былай дейді, А пункті мен Б пунктінің арасы 36 километр дейді. Мысалы, А пунктінен Б пунктіне қарай екі, мысалға, біреуі автокөлік, біреуі автобус. Жеңіл автокөлік пен бір автобус. Сәйкесінше енді жеңіл автокөліктің жылдамдығы автобустың жылдамдығына қарағанда 2 км/сағатқа артық дейді. Түсіндіңіз ғой? Яғни мынаның жылдамдығы мысалы x плюс 2 болса, мынаның жылдамдығы x. Яғни 2 км/сағат артық болу керек қой. Яғни Б пунктіне ол былайша айтқанда ертерек барып тұр. Қаншалықты ерте десек, 15 минутқа ерте келіп тұр. Бірінші жеңіл автокөлігім 15 минутқа ерте келіп тұр. 15 минуттан кейін барып автобус келетін сөз ғой. Енді мына жерде егер есептеріңізде әр уақытта ондай бола бермейді, қараңызшы. Мысалы жауаптарында біз айттық қой, жылдамдық тап дейді, автобустың машинаның. Ары жағын айтып отыр, жылдамдықтары бір-бірінен 2 км/сағат артық деп тұр. Жауаптан айтып отыр, 18 мен 24-тің арасы қанша? 6 км/сағат бір-біріне. Яғни 2 км/сағат емес. Бұл жауабында 10 мен 14 дейді. Арасы 4 км/сағат. 8 мен 16 тіпті жартысы. 8 км/сағат артық болып тұр біреу-бірінен. Алда жауабын байқайық. 16 км/сағат пен 18 км/сағат. Бір-бірінен 2 км/сағат артық болып тұр да. 9 км/сағатты 15 км/сағат. Тағы да арасы 2 км/сағат емес. Яғни бұл жауабын есепті шығармайық деп құр шартына қарап олай айтып тастауға болады екен. Бірақ енді ол әр уақытта ондай болса әрине жақсы. Егер ондай болмаған жағдайда мына есепті қалай шығаруға болады? Мектеп теңдеуін құрып кетейін. Қалғанын өздерің шығара қоясыздар. Мысалға, енді бұл жерде жол уақыт жылдамдығы айтылсын. Мына формуланың айналасына жұмыс жасаймыз. S тең V көбейтілген T. Енді бізге жылдамдықты сұрағаннан кейін, бізде жол бар. Жылдамдықты сұрағаннан кейін бұны таумен айналысуымыз керек қой. Мен былай теңдеуді. Мысалы, мынандай км/сағатпен, жылдамдығы мынандай, x плюс 2 км/сағатты осындай км/сағатпен 36 км жүрді. Қанша уақыт кетті деген сұраққа жауап бересіз мысалы. Мынандай мысалы. Белгілі бір жылдамдық x плюс 2 деген жылдамдықтың келесі 36 км-ді қанша уақытта жүріп кетті деген кезде былай істейміз біз. 36-ны, яғни жолды жылдамдыққа бөлмейміз x плюс 2-ге. Дұрыс па? Мына сонда яғни мына жеңіл автокөліктің А пунктінен Б пунктіне бару уақыты шығады. Одан кейін келесі де солай. Енді мынаның жылдамдығы 36 км/сағатта қанша уақытта барып десек, 36-ны x-ге бөлемін. 36-ны x-ге бөлемін. Бұл жерде бұның да уақыты шығады. Енді қалай ойлайсыздар, қайсының уақыты көбірек? Жай жүріп барған уақыт көп бола ма, әлде тез барғанның уақыты көп бола ма? Әрине жай жүрген уақыт көп болады.
содан мен көп уақыттан аз уақыт алып тастаған кезде разница 15 минут болу керек қой, өйткені 15 минут ерте кетті ғой. Сонда мен керісінше мынадан мынаны азайтуым керек. Яғни теңдеу былай болады: 36 бөлу x-тен азайтамын 36 x плюс 2-ның тең. Енді 15 минут теңде 15 деп жаза алмаймыз, өйткені мына 36 километр, мына x плюс 2-дің жылдамдықтар бәрі километр сағатпен берілген, яғни сағатқа айналдырып жазуымыз керек. 15 минут деген неше сағат? 60 минут болса, соның 4-тен 1 бөлеміз бе? Мына 15 минут, 15 минут, 15 минут, 15 минут болып 60 минут шығады. Яғни 4-тен 1 бөлуге жаза болады екен. Сағаттың 4-тен 1 бөлуге. Міне осы теңдеуді қосақ, немесе былай істеуге болады. Теңдеуін әдемілеп құрып алғаннан кейін жауаптарын орнына қойып салуға болады. X-ның орнына мысалы бізде 16 мен 18 ғой. Өздеріңіз тексеріп көресіз. X-ның орнына 16 болса, мына жер 18 шығады. 16-тан 36-тан 18-ден 30-дан айтсаңыз 4-тен 1 шығар екен шамамен. Бірақ жаңағыдай есептің шартымен жұмыс, жауаптармен жұмыс істеген ыңғайлырақ болады. 9-ншы степ өрнектің мәнін табыңыз дейді. Яғни тригонометриялық бір өрнек берілген. Косинус квадрат икальден азайту бөліп бірді және бөлімінде синус квадрат икальдені бөліп бірді. Бұл өрнекті ықшамдаған кезде тригонометрияны жалпы енді бастап өткен кезде негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер бар. Сондай формулалардың ішіне қосақ қойын. Мына формуланы жақсы білуіміз керек. Синус квадрат альфаға қоссақ косинус квадрат альфаны, ол бізде бірге тең болады. Бұл қандай кезде бірге тең болады? Мына синус пен косинустың мына құрамындағы аргументтер бар, осылар бірдей болса ғана, және қосылса ғана. Яғни синус квадрат 2 альфа қосу косинус квадрат 2 альфа деп тұрса, ол да бірге тең. Синус квадрат 10 альфа, мына жерде косинус квадрат 10 альфа деп тұрса бірге тең болады. Немесе альфаны жаңағы x деп тұрса екеуі. Яғни синус пен косинустың құрамындағы аргументтер екеуі бірдей болу керек, және әр екеуі қосылып тұрса ғана бірге тең болады. Енді қарайық. Былай істесекші, мен бірден косинус квадрат не қашқарсам, косинус квадрат альфа ол синус квадрат альфаға тең болады. Келісеміз ғой? Косинус квадрат не қашқарсам, синус квадратқа тең болып қалады ғой. Немесе керісінше синус квадрат не қашқарсам, косинус квадратқа тең болып қалады. Яғни мына жерде мен бірден косинус азайтсам, мен синус шығады екен сонда, синустың квадраты шығады екен. Ал егер керісінше косинус квадраттан бір алса не болады сонда? Косинус квадраттан бір алса, яғни минус шығады, өйткені айтамыз не. Мысалы, мысалы деймін, мысалы 2-ден 1 алсаң, ол 1 болады, ал керісінше 1-ден 2 алсаң, минус 1 болмай ма? Сол сияқты ма? Негізі 1-ден косинус квадрат алсаң, синус квадрат, ал керісінше косинус квадраттан 1 алсаң, минус синус квадрат шығады. Мұны жалғастырсақ, мына косинус квадрат 2 альфадан 1-ді азайтсам, менде минус синус квадрат 2 альфа шығады. Ал мынадан синус квадрат 2 альфадан 1 азайтсам, керісінше минус косинус квадрат 2 альфа шығады. Минус пен минус қысқарады. Синустың косинуске қатынасын жақсы білуіміз керек. Ол бізде тангенс квадрат 2 альфа. Яғни бізде жауабы С жауап екен. Келесі арифметикалық прогрессияның есебі. Былай дейді, яғни арифметикалық прогрессияда үшінші мүше минус 2-ге тең, арифметикалық прогрессияның айырымы 3-ге тең, n деген қандай да бір мүшесі 22-ге тең. Сол нешінші мүшесі 22-ге табуымыз керек. Жалпы арифметикалық прогрессияны түсінетін адамдар, мысалға, сол не деген сөз? Үшінші мүшесі, яғни мына жерде a1 тұр, одан кейін келесі сан a2, одан кейін үшіншісінде мысалы минус 2 тұр. Осында d деген нәрсе, яғни үстіне қосылып отыратын сан ғой. Мысалы минус 2-ге 3 қоссақ, неше болады мысалы? Яғни көресіз, әрқайсысына 3 қосыла береді деген сөз ғой. Яғни минус 2-ге 3 қоссақ 1, 1-ге 3 қоссақ 4, 4-ге 3 қоссақ 7, осылай кете береді. Енді 22 деген негізі қатты алыс емес, осылай 3 қосып арқылы да баруға болады. Сондықтан ба, осылай қашан 22 болады? Мысалы мына жерде бір 22 деген сан кездесті міне. Соны санай қойса, бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, 22-ні нешесіне керек? Сол жауап соны белгілеуге болады. Яғни бізге n деген былайша айтқанда нешінші болып 22-ші шықты деген сөз ғой. Нешінші там болып тұр 22 дейді. Соны сұрап тұр бізге. Реттің нөмірін айту керек. Немесе оның формуласы да бар. Мысалы a-n деген формуласы. Енді біздің жағдайымызда a1 берілмеген, a3 берілген онда. Мен a3 аламын міне. Сосын оған қосамын. Былайша міне үшінші мүшесіне тұрмын ғой мен. Енді a-н мүшесіне бару үшін нешеде қосуым керек қой мен? 1-ді қостым, 2-ді қостым, 3-ді қостым, 4-ді қостым, 5-ді. Осылай жаңағы 22 тұрған санға жету үшін мен n азайтылған 3-ді қосамын мен. n азайтылған 3-ді қосамын. Сонда мен a-нің орнына 22-ні қоямын. a3-ның орнына міне минус 2-ні қоямын. Плюс енді мен n-ді пока білмеймін. n минус 3-ді жаза беремін. d-ның орнына мен 3-ді қоямын. Ол осы теңдеуді шығарамын мен. бір ғана айнымалысы теңдеу қарапайым алтыншасының көлемінде 22 минус 2 мына жаққа жіберейін 3-ні өтем плюс 3n 3-ті минус 2 өтем минус 9 3-ні мына жақта қалдырайын қалғанын барлығын мына жаққа жіберейін 22 мына плюс 2 болып келеді мына плюс 9 болып келеді так мына екеуін қосқанда 11 22-ге 11 қоссақ 33 ба 33 тең 3n онда n деген 11 болады 3-11 өте болады яғни 11-ші тұр екен 22 деген сан 11-ші кездеседі екен осылай жалғастыра берсеңіздер қатты көбінесе сан сол ғой яғни осылай 3 қосу арқылы баруға болады 7-ге 3 қосасың 10, 10-ға 13 осылай барсаңыздар 22-ге бара аласыздар яғни 11-ші тұр екен сонда бізде жауабы бұның тағы да д жауабы екен так келесі мынандай бір функция берілген осы функцияны үшін анықталу болысын табу керек дейді сол анықталу болысы белгілі бір аралықпен шықпай ма сол аралықтағы ең кіші бетін санды айтуымыз керек оны сұраған кезде сонда ережені сақтауымыз керек анықтау болысы деген қатты ондай қорқынышты тақырып емес яғни мына жерде x-ің қалай айтуға болады қабылдайтын мәндерін жинақтауым керек қой мен мысалға
мына x-тердің орнына мысалы минус x-тен плюс x-ке шейін сандар бар емес пе? Соның ішінде мысалға бәрін қоя аламын ба мына жерге? Бәрін қойсам жауап шыға ма? Мысалы мына жерде түбір астында тұр ше. Түбір астында тұрған жерде ішіне теріс сандар қоюға болмайды. Яғни бір x-ның орнына бір сан қойған кезде мына теріс болып кетсе, ол санды мен алмауым керек. Өйткені түбірдің ішінде тұрған сан, яғни жұп дәрежелі түбірдің ішінде тұрған сан ол әр уақытта 10 сан болып шығу керек ішінде. Мысалы мен x-ның орнына жерге 1 қойсам былай тұр. 2 1 2, 2 иншалла минустан шығып көрдіңіздер ғой. Яғни уже 1 деген санды алуға болмайды екен. 1 деген санды алсам уже қалайша теріс орындалмай отыр. Мәні шықпай қалады. Сәйкесінше уже 0 да қоюға болмайды екен. 0 қойсам мына жерде уже 1-ден төмен сан, енді сол 1-ден төмен сан басқа ма соны білу үшін былай істейміз ғой мен. Оны сандап теріп отырмай үшін әрқайсының ережесін білу керек. Мысалы түбір астында тұрған мүше ішіндегісін міне 2x минус 3 міне жығып алдым да мына жерге қойдым. Сол әр уақытта менде 0-ден үлкен болу керек немесе 0-ге тең болу керек. Жаңа сонда шығарайық осыны. 2x минус 3-тен мына жаққа шығарамын. Плюс 3 болады. 3-те 2-ге бөлемін. Немесе ол 1,5 иә. Сонда мен 1,5-нан үлкен сандарды қоюым керек екен. Мына алымына оң сан болу үшін 1,5-нан үлкен сандарды алуым керек. 1,5-нан төмен сандар алуға болмайды екен. Так, енді бөліміне кетейік. Ал бөлшектің бөлімде тұрған өрнекке қандай ереже береміз біз? Санды 0-ге бөлуге болмайды деген ереже бар ғой. Яғни іште тұрған санды, мына яғни бөлшектің бөлімінде 0 болмау керек қой. Егер 0 болып қалса, санды 0-ге бөле алмаймыз. Сол ереже бойынша мынаны x квадрат минус x минус 2 дегенді 0-ге тең емес деп шығарамыз. Енді бұл жерде әркім қалай бетпен шығаруға болады, дискриментпен шығаруға болады. Мысалы бетпен болсақ, қандай сандардың көбейтіндісі минус 2 қосқанда плюс 1. Мына жерде 1 деген сан бар, қарамасылымыз. 2 мен 1-ді алайық. Көбейткенде минус 2 қосқанда плюс 1 болу үшін мынаған минус қоямыз ғой. Кесек қойып минус 1-ді 2-ге көбейтіп минус 2 шығып тұр. 2-ні қосқанда плюс 1 шығып тұр келіп тұр. Яғни мына x-тердің орнына еще 2 минус 1 деген сандарды қоюға болмайды екен. Оларды қойсақ мына бөлшектің бөлімі 0 болып кетеді. Сонда общий қорытындылайық. Міне координатты жүз сыздым. Так, мына 1,5-ді түсіріп қояйын. 1,5-ді бояп қоямын, 1,5-ның өзінде алуға болады. Бояған себебім астына теңдігі бар. 1,5-ның өзінде ал деп тұр екен. Содан үлкен сандардың бәрін ала бер дейді. Бұл алым айтып тұр бізге. 1,5-нан үлкен сан болса маған бәрібір ала бер. Любой қамти беремін дейді. Ал 1,5-нан төмен сандарды мен ала алмаймын, ол шықпай қаламыз деп алым. Ал бөлім айтады, маған любой сан қоя бер, тек 2 мен минус 1 болмаса болды дейді да. Мына 1,5-ның жағында 2 деген сан бар ғой, соның ішінде 2-ні шығып алып тастауымыз керек. 2 дегенді алып тастадым мен. Сосын минус 1 мына жағында, мынаны да шығып алып тастауым керек. Сонда общий қорытындылайсыңдар ғой мен. Алым айтып тұр, 1,5-нан үлкен сан болса болды маған, ала беремін дейді. Бөлім айтады, маған тек 2-ні бермеші, минус 1-ді бермеші деп тұрмын ше. X әрекет. Қалған бәрін ала беремін дейді. Енді екеуін общий жауапқа қорытындыласақ, міне сызылған жерде аласыңдар ғой. 1,5-нан 2-ге шейін дейсіңдер. 1,5-нан жақша 2-ге жай жақша қоямыз. Өйткені 2-ні алуға болмайды дедік қой. Және 1 көреміз да, 2-ден артқа кетіп жатыр. 2-ден плюс x-ке шейін. 1,5-нан 2-ге шейін, 2-ден плюс x-ке шейін. Міне осы аралықтан кез келген санды алсақ, мына функцияның мәні шыға береді екен, бір мәні шығады екен әйтеуір. Енді жаңа бізге айтты ғой, анықтау болусын табамыз, және осы штрихталған жерден ең кішкентай бірінші санды айтуымыз керек. Мысалы міне 1,5-нан кейін бірінші сан дегенді білеміз ғой. Минус 7, минус 9, 10, 0, 1 деген сияқты сондай бүтін сандар ғой, целый сандар. 1,5 мен 2-ның арасында бүтін сан жоқ қой. 1,5-ның сразу келесі бүтін сан 2 болады. Бірақ 2 бізде аралыққа кірмейді, жай жасап қой. Енді амал жоқ, 2-ден келесі бүтін санға барамыз, сол 3. Мына жерде 3 деген сан бар. Яғни жауабы ең кіші бүтін сан бізде 3 деген сан болады екен. Бұл жауабы бізде бір жауап болады екен. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.